Отандық тауар өндірушілердің жеткен жетістіктері мен кемшін тұстары қандай? Осы сауалдың жауабын табу мақсатында Нұр Отан партиясының көшпелі отырысы өтті. Мақсат қазақстандық өндірушілерді қолдау. Мәжіліс депутаты Нұр Отан партиясы индустриалды даму бағытының кураторы Аманжан Жамалов және өзге де сала мамандары бастаған жиын алдымен Астаналық ССК компаниясының жұмысымен танысудан басталды. Жылына 500 мың шаршы метр шыны әйнек шығаратын компанияның ісі көптеген өндірушілерге үлгі. Екі ауысымда 130-ға жуық адам жұмыс істейді. Орташа жалақы 190 мың теңге көлемінде. Қондырғылар түгел автоматтандырылған. Бүгінде ішкі нарықты қамтамасыз етіп отырған зауыт экспо ғимараттары ішінде өнім шығарады. Алайда күрмеуі қиын мәселелер жоқ емес. Участие в тендерах. Тендерге қатысуда қиыншылықтары бар. Шетелдік компаниялар алдымызды орап кете береді. Олардан асып өтіп, көлем алу қиын. Білікті мамандар жетіспейді. Әлі де кеңестік кезеңнен келе жатқан мамандарға жүгініп отырмыз. Ертең олар зейнетке кеткенде қиыншылықтар бола ма деп қорқамыз. Аманжан Жамаловтың айтуынша, бұл мәселелер болашақта партия бақылауында болады. Ал маман тапшылығына қатысты проблемаларды білім және ғылым министрлігімен бірлесіп шешуге тырысамыз дейді. Бизнеске, басқа жердегі осылардың жаңағы тәжірибесін тарату біздердің бір мақсатымыз. Осы мәселені шешу үшін жаңағы МОНда өзінің бағдарламалары бар. Соларды жылдамырақ іске енгізу керек. Соған көзіміз жетіп отыр.